Бір апта ішінде Павлодар облысында 83 қылмыс орын алды, оның 65-і ашылды. Бұл ретте антирейтинг көшбасшылары алаяқтық бойынша 16 және ұрлыққа қатысты 22 дерек тіркелді. Кеш жарық эфирде дабыл бағдарламасы, студияда Дархан Бекешев. Бүгін көретіндеріңіз. Павлодарда көлік салығын төлемей жүрген 13 мыңнан астам азамат бар. Борышкерлерді анықтау бойынша қандай шаралар жүргізілуде? Студияда талқылаймыз. Қызды көлік ішінде соққыға жығып тонамақ болған Павлодарда 2 азаматқа қатысты сот үкімі шығарылды. Ұзақ жасалатын сараптама қылмыстық істерді тергеуді қысқа мерзімде аяқтауға мүмкіндік бермейді. Автокөлік салығын төлеуге әлі жарты жылға жуық уақыт бар дей тұра, өткен жылдан бері қарызын өтемегендер өңірімізде аз емес. Борышкерлер қатарында 13 мыңнан астам облыс тұрғыны бар екен, жалпы қарыздары 600 миллионнан асады. Фискалдық реттеуді қалпына келтіру мақсатында 2023 жылы жаңа салық кодексі дайындалады. Сондай-ақ салықтық бақылауды толық цифрландыруды қамтамасыз етілмек. Бұл туралы мемлекет басшысы халық алдындағы жолдауында мәлім еткен еді. Қазіргі таңда жауапты мамандар кодекс өзгертулерін қарастырып жатыр. Концепция такая, что Тұжырымдамасы бойынша арнайы режимдерді жеңілдету, сонымен қатар кодексті барынша түсінікті қылып өзгерту жоспарлануда. Себебі салық кодексі көп уақыт бойы жаңартылмаған, көптеген экономикалық өзгерістер орын алған еді. Сондықтан жаңғырту аса қажет. Қазір қарқынды жұмыс жүргізілуде. Мемлекеттік кірістер департаменті мәлім еткенде 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап елде бірқатар өзгеріс көзделген. Ең төменгі жалақы мөлшері 70 мың теңге. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері 24.341 теңге, ал ең төменгі зейнетақы мөлшері 53.076 теңге болмақ. Сонымен қатар айлық есептік көрсеткіш 3450 теңгені құраса, базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейі 40.567 теңге болып өзгереді. Тақырыпты студиямызда жалғастырамыз. Таныс болыңыздар. Павлодар облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басқармасының бас маманы Әсемгүл Байботанова келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет, саламатсыз ба? Енді айтып кетсеңіз, жалпы біздің өңірімізде өкінішке орай осы көлік салығын төлемей жүрген азаматтардың саны аз емес екен. Тіпті олар биылғы жылғы мерзім әлгенде. Келесі кезең енді 23 жылы ғой, сәуірге дейін шатаспасам. Ал уақыт жеткілікті дегенмен өткен жылдардан бері де қарызын өтемей келе жатқан азаматтарымыз бар екен. Айтып кетсеңіз, жалпы көрсеткіштер қандай жалпы? Құрметті салық төлеушілер, 2022 жылғы көлік салығын төлеу мерзімі 2023 мерзімі 1 сәуірден кешірілмей және төлем мерзімі басталғанға дейін әлі де жеңілдікті уақыт болғанда қарамастан болады. Сол арқылы өз сөздеріне растау үшін мен сандарды мысалды келтіремін. Осы салық бойынша берешекті талдау 2022 жылғы жеңілдетілген жағдай бойынша жалпы облыс, Павлодар облысы бойынша 1259 салық төлеушінің бюджетке алдында 656 миллион теңгенің астам сомада берешегі бар екен. Ол облыс бойынша. Ол облыс бойынша. Енді мысалы қала арқылы айтам. Павлодар қаласы бойынша бұл 606 миллион теңгеден сәл астам берешегі бар. Шамамен 11 мың адам немесе жалпы берешегінің 92% болады. Көбінесе сонда Павлодар облысына салық төлеушілерді салады. Екібастұз қаласы бұл шамамен 250 миллион теңге сомасында 1996 адам болады. Ал Ақсу қаласы 1220 салық төлеуші сомасымен есептеледі, бірақ ол теңгемен 57 миллион теңге болады салығы. Енді айтып кетсеңіз, бұл ретте енді өткен жылдан бері төлемей келе жатыр. Олар көбінесе, яғни көбісі білет, мысалы үшін сәуір айында төлеу керек деген не деп ақталады олар? Және де қандай шаралар қолданады нақты мысалы үшін? Биыл төлемей жүр, өткен жылға дейін созылып кеткен. Сондайлар өте көп. Олармен кездескенде, сосын оларға уведомление жібереді. Бірінші керек, де? Бірінші уведомление. Сол уведомленияға енді қалай заң бойынша қолданса, сосын оларға жеке сот туралы уже бұйрық шығарады. Сол бұйрықты уже блокировка счетов дейді ғой, распоряжение қойғызылады. Сосын запрет на выезд болады. Сосын болады до такой степени, что машинаны да штраф стоянкада қояды.
Ол ең соңғы кезең. Ең соңғыда болады. Мысалы үшін жаңағы айтып кеттіңіз, сыртқа шығуға тыйым салынады деген. Тыйым салады. Шекараға кетіп бара жатқан кезде Төлемесең шекараға уже запрет шығады, и сол кісі уже приказ бар ғой. Олар тем более ЧСИ, частный судебный исполнитель, олар приказ бойынша уже өзінің база бар ғой, соған уже айтады, и уже жібермейді. Ол үшін ескерту неше рет елемеуге мүмкіндік беріледі? Бір ескерту, екі ескерту деген сияқты. Бір ескерту болады. Бірақ ескерту болады? Бір ескерту болады. Сосын еще біздің салық төлеушілерге біздің специалисттер обзвон жасайды еще. Сосын сол арқылы бойынша енді олар бәрі неге туралы, олар уведомление қазір. Сосын мобильді қосымшаға да уведомление келеді. Бірақ оларға енді келмесе енді төлеуге, сосын ұмыт қалады біреуге, допустим, бір адреста тұрды, сосын басқа көшіп кетті. Сол арқылы уже енді уведомление қағаз бойынша жібереді. Ескерту жібереді екенсіздер. Қанша уақыт аралығында ол ескерту? Мысалы үшін ескерту жіберілді, бір ай ішінде төлеуге міндет деген қандай мерзім бар мысалы? Мерзім бар, ол уведомление, ол, видите, көлеміне байланысты ма? Көлеміне байланысты ма ол? Көлеміне де, жоқ, көлеміне байланысты болмайды. Өйткені ол міндет қой. Көлік салығы ол міндет. Әрбірінің уақыт бәрін шектеу болады ма? Мысалы үшін ескерту жіберіледі ғой оған қағаз жүзінде. Мысалы үшін сол уақыттан бері 30 күн. 30 күн бір ай. 30 күнда береді. 30 күн ішінде ол сол ескерту бойынша қарызын өтеу керек. Өсімпұл уже салады тағы да. Өсімпұл салғанда да уже 2% бір күнге саналы. Допустим, основной платеж бар. Сол арқылы, допустим, 30 күн арасында уже төлемесе, уведомление уже исполнениеға нетеді ғой. Сосын алды ай бойынша, сосын уже частный судебный исполнительныйға береді, уже бұйрық. Ол сосын частный судебный исполнительный жеке сот жұмыс істейді ғой. Сол арқылы сол салық төлеуші көлік салығын төлеу керек. И сосын 20% уже жеке соттың жұмысын төлеу керек. Сот орындаушылар әрі қарай жұмысты жалғастырады, олар берешекте азаматтармен кездеседі. Бұл ретте енді қазір жаңа тетіктер бар екен, рейд жасады полициямен бірге. Полициямен бірге. Қалай, тиімді ма мысалы үшін? Өте тиімді. Неге ол мысалы үшін полициямен барған уже соңғы не болып табыла ма? Сот орындаушылармен әлі келсе қоймайды ма? Мысалы үшін қарызыңыз бар, осында деп сот орындаушы келген кезде? Бізде көп акция өткізеді. Сот орындаушымен, полициямен рейд жасады. Біздің мемлекет кірістер басқармаларымен бірге бас мамандар, олар полицияда сондай бір программа болады. И, допустим, машина жүргізеді, и сразу номермен нетеді. Сосын машинаны тоқтатады, уже бір, допустим, машина келеді бады ғой, бізде рейд тұр. Сол арқылы, допустим, сигнал береді, сол машинаны уже нетеді, и, допустим, если төлемесе, қай жылдан бастап қарайды, уже штрафка саянкада нетеді, уже қояды. Сондай мысалы үшін азаматты тоқтатқан кезде осыншама үлкен қарызы бар, сол жерде бірден сол жерден айып тұрағын алып кету мүмкін бе? Жоқ, уже хаттама толтырыла ма? Хаттама толтырады, сосын олар еще, видите, оларға ешқандай жалпы штрафтар болмайды ғой, потому что ол не нарушили же, да? Бірақ олар өсімпұл и үлкен салығы болады. Сосын жеке сот болса, оның да 20% жұмысты ол төлеу керек. Өкінішке орай өте сумма үлкен болады. Ал бірден сондай жағдайда, мысалы, рейд кезінде ұсталынып қалып, сол жерде, мысалы үшін, жарайды, мен осы жерде төлеп тастайым десе, бірден сол жерде шешіп тастауға болады ма мәселені? Болады, сосын просто распоряжение жібереді, что төледі, уақытымен енді рейд туралы болды, сосын уже распоряжение о блокировке, раснятие, блокировка счетов дейді ғой енді. Енді біз өздеріңізбен бірге бір рейдтерге қатысып көрген едік. Бұл рейдте енді біздің айып тұрағымыз бар, қаламызда, айып тұрағында былайша айтқан кезде көліктер саны аз емес екен. Өзі, да, саны емес. Көп уақыт бойы қалып қояды ол жерде, жалпы ол жердегі көліктер, мысалы үшін, айып тұрағына қойылғаннан кейін оларды шығарып алу мәселелі ма? Мысалы үшін, барлық қарызын өтеп болғаннан кейін тек қана сол кезде шығару болады. Тек соған шығаруға. Мысалы үшін, көп жылдар бойы қалып қойған көліктер, олар сол жата беру мүмкін бе? Қалай олар? Сосын утилизацияға ұшырайды ма? Қалай? Олар, видите ли же, бұл каждый салық төлеушіге индивидуальный подход дейді ғой енді. Қарайды, жағдайына да қарайды. Сосын, допустим, бізде сондай бар, что принудительное взыскание дар, аукционға шығарады машиналарды да. Сол үшін уже сатады, и сол үшін сол
яғни қарызын тезірек нету үшін. Да, төлейді, допустим, а уже қалған ақшаны уже салық төлеушіге береді уже. Солай да болады бізде. Сондай жағынан. Жақсы, енді түсінікті. Енді тағы айтып кетсеңіз, осы қазіргі таңда жаңа жыл басталғаннан бері осы пандемия кезіндегі кәсіпкерлерге қатысты салықтан босату шаралар қолданылған еді. Яғни бұл ретте кәсіпкерлер қайтадан өздеріне міндетті салықтар төлеуге міндетті екен, және де бұл ретте әлгі тексеріспен барып жатады ғой, көбінесе әлгі сауда нүктелерінде қателіктер болған кезде, яғни мемлекеттік кірістер мамандары ол жерге тексеріспен бара алмайтын, босатылған еді. Сол тәртіп ұзартылады, Ұзартылды, өте жақсы сұрақ. Қазір мораторий бізден коронавирустан бастап, 2020 бастап қойды. Енді қазір бизнесті тексеруге мораторий 2023 жылғы, 2024 жылғы 1 қадырға дейін ұзартылды. Бұл ағымдағы жылдың 7 желтоқсаннан президент Қазақстан Республикасының тексеру мен профилактикалық бақылау мен қадағалауды жүргізуге мораторий енгізуге туралы жарлыққа қол қойды. Бұл жарлық 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізеді. Сол мораторий көп проверкалар болады. Мен сондай ең маңызды проверкаларға қандай болса да айтамын сізге. Бұл өтініш проверкалар болады. Салық проверкалар болады, бірақ оларда да исключение болады. Это если встречный проверка болады ғой, допустим, салығы қайтару керек, либо НДС-ті перерасчет істеу керек. Сондайлар проверкаға уже встречный олар как исключение болады. Сосын кеден проверкаларға уже нетет, мораторий жасылды. Бірақ бұл өте көп қазір. Мысалы үшін айтып кетеміз, бұл ретте кейбір салық төлеушілер осы сауда нүктелеріндегі сауда нүктелерінің иелері, кәсіпкерлер көбінесе өздерінің әлгі былайша айтқан кезде табыстарын яғни көрсетпеуге тырысып жатады, бұл ретте қазір міндеттеді, пост-терминал сияқты сынды нелер міндеттелді ғой жалпы. Соның арқасында осындай тәртіп міндеттерді қойғаннан кейін жалпы ондай олқылықтардың төмендеу жалпы байқалып жатыр ма? Мысалы үшін қазіргі әлгі тексеріс жоқ, ешкім келіп счеттарыңызды көрсетіңіздер деген ондай бұрынғыдай жоқ. Мысалы үшін ешкім тексермейді, яғни терминалдар бар ма, жоқ, олардың барлығын қалай анықтайсыздар? Рахмет сұрағыңызға. Қазір да сіз дұрыс айтасыз, мораторий бар. 3% жеке табыс салығын төлемейді жеке кәсіпкерлер. Жыл соңына дейін, ол сосын аяқталады. Сол акция сол бітеді. Бірақ енді шын айтқанда көп салық төлеушілер өтініш нетеді, тағы да жалғастырсын сол акциясын. Енді ол уже болмайды. Бізге комитеттен прямой распоряжение келген жоқ. Возможно, мораторийда жалғасады. Сіз сұрақ үшін бізде сондай комитет, мемлекет кірістер комитетінен сондай акциясы бар, республикалық акциясы. Бұл азаматтық бақылау чекті талап ет акциясын жүргізеді. Қалай, допустим, азаматтық бақылау чек талап ет акциясына кез келген адам қатыса алады. Барлық жіберген өтініштер, сұрақтар, Вайпан кэшбэк жүктелуге App Store және Play Market'тан жүктелеседі. Сонда инструкциялар бар, қалай төлеу керек. Өйткені осы чектің бермегені, сосын кассовый аппарат жоқ. Сондай жеке кәсіпкер өте көп. Сол арқылы республикалық акциясы азаматтық бақылау чекті талап ет акция өте жақсы. Көп бізде ондай олқылықтар жалпы? Сол үшін әлгі чекті бермейді, яғни табыстарын. Өте көп, өйткені бізде 600 өтініш жіберді. Сол арқылы 600-дан 3 миллион теңге почти штраф қойылды. Өйткені жеке кәсіпкер бірінші рет предупреждение салады, сосын жылдың аясында тағы нарушение істесе, тағы сол жеке кәсіпкер бірінші уведомление алды ғой, предупреждение, екінші уже айыппұл салынады, уже штраф болады оларға. Жақсы, қояр сауалдарымыз осымен тамам. Келіп уақытыңызды бөлген үшін сізге
алғыс айтамыз. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз, алда бір апта ішіндегі жаңалықтарға шолу. Осы аптада Ақтоғай ауданында газ баллоны жарылды. Аймақтық төтенше жағдай департамент ақпараты бойынша шақырту шамамен күндізгі сағат 1-де түскен. Дұрыс пайдаланбағандықтан атылып кеткен 5 литрлік баллон атылған. Нәтижесінде 25 шаршы метр дәліз бен ас үй опырылған. Шатырда біршама отқа оранған екен. Жапа шеккендер бар. Ақтоғай ауданының тұрғыны әйел адамның денесі 35%-ға күйіп қалды. Мамандардың айтуынша газ жабдығын сақтау ережесі бұзылған. Екібастұз әкімдігі ғимаратына жарылғыш зат қойылғаны туралы жалған хабар таратты деген күдікті ұсталды. Полицияда хабарлағандай бомба туралы ақпарат 6 желтоқсан күні сағат кешкі 9-да түскен. Оқиға орнына барлық арнайы қызметтер барып тексеріс жүргізілді, алайда жарылғыш зат таппады. Жұмыс күні аяқталғандықтан тек 3 адамды ғана қауіпсіз жерге көшіруге тура келді. По данному факту начато досудебное... Аталмыш дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің терроризм актісі туралы қасақана жасалған хабарлама деген 273 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тексеріс нәтижесінде полиция Екібастұз тұрғынын ұстады. Күдікті кінәсін мойындады. Ер адам 2019 жылы дәл осындай қылмыс үшін сотталған болып шықты. Павлодардың 2 тұрғынын қызды тонамақ болған үшін соттады. 22 және 23 жастағы жігіттер тамыз айында қызға көлігінде отырған кезде тап берген. Мойнынан қысып сөмкесінен ақша іздеген, алайда жапа шегуші машинадан қашып құтылып, көмекке шақырып айғайлай бастаған. Солай қаскөйлерді үркітіп үлгерген. Павлодарлықтар қылмыс орнына қашып үлгергенімен полиция оларды тауып алды. Сотта олар кінәсін жоққа шығармады. Нәтижесінде процессуалдық келісімге келіп 2 жыл 7 айға бостандығын шектеді. Ер адам Павлодардағы көп қабатты үйдің ауласынан машинаны ұрлап, оны металл сынықтарына 80 мың теңгеге тапсырып жіберген, ал көлік сынып тұрғандықтан қаскүнем оны әкету үшін эвакуатор шақыртқан. Көлік иесі темір тұлпары жоғалғаны туралы көршісінен білген. Toyota Lomov 18 бөлшек 5 мекен жайындағы аулада тұрған. Иесі оны 2015 жылы 1 миллион теңгеге сатып алған, алайда жүрмеген. Біраз уақыттан соң тіпті көшіп кеткен, ал машина осы орында қала берген. 23 жастағы қаскүнем автоны ұрлауды шешкен. Ол тіпті бақылау камерасын елемеген. Кейін күдіктіні сол арқылы анықтау мүмкін болды. Жігіт оқиға орнына эвакуатор шақыртып, оны набережный ауылына апарып, металлоломға тапсырып, көлікті қақ бөліп, сол үшін 80 мың теңге алған. Преступными действиями Жапа шегушіге қылмыстық әрекеттермен миллион теңге шығын келтірілді. Сот мұның алдындағы үкім бойынша өтелмеген жазаны қоса отырып 2 жыл 6 айға абақтыға қамау шешімін қабылдады. 2021 жылдың қарашасында оны денсаулыққа ауыр зиян келтірген үшін бостандығын шектеп, мамыр айында жазаны 2 жыл 3 ай абақтыға ауыстырған. Көлік ұрлаған күннің ертесінде оны тергеу изоляторына жіберген. Ұрланған машина үшін жаңа үкім әлі заңды күшіне енген жоқ. 19 жастағы Павлодарлық Сәтпаев көшелеріндегі аулалардың бірінде қыз баланың телефонын алып қойғаны үшін 3 жылға темір торға қамалды. Ол 13 жастағы жасөспірімді қыркүйек айының басында тонаған. Қолынан телефонды жұлып алып қашпақшы болған, алайда оны көшеде кетіп бара жатқан басқа адам көріп қойып, ұстап алып полицияға шақырған. Анықталғандай, бұл жігіттің алғашқы қылмысы емес. Наурыз айында ол техникалық қызмет көрсету станциясынан қымбат кроссовер көлікті айдап әкетіп, онымен 4 өзге көлікті соққан. Біз бұған дейін ол туралы айтқан болатымыз. Сот үкімімен қазан айында жас қаскүнемді бас бостандығынан айырған, сонымен қатар 7 миллион теңге шығынды төлеуге міндеттеген. Нәтижесінде 2 күн бойынша Павлодарлыққа 5 жыл абақтыға өткізуге тура келеді. Ұзаққа созылатын сараптама кейбір қылмыстық істерді тергеуді қысқа мерзімде аяқтауға мүмкіндік бермейді. Мәселен, белгісіз сұйықтықты ішіп уланып көз жұмған 7 ауыл тұрғынның дерегі бойынша іс әлі күнге дейін аяқталмаған. Павлодарская ауылындағы әйелдің үйінде өрт қою туралы материалда сотқа әлі жетпеген. Павлодарская ауылының тұрғыны маусымның 22-сінен 23-не қараған түні үйінен айырылып қалды. Сол кезде полицейлер қасақана өрт қою деген дерек бойынша қылмыстық іс ашқан еді. Ал жапа шегуші Ольга Пархоменко өзінің азаматтық некедегі күйеуін қызғанған жерлесім от қойды деген еді. Жарты жыл өтсе де іс әлі сотқа жетпеген. Сонымен қатар ертістің 7 тұрғынының да өлімі әлі тергелуде. Естеріңізге сала кетейін, олар белгісіз сұйықтықтан уланып көз жұмды деп ресми хабарлаған еді. Алайда полиция мамыр айынан бастап олардың не ішкенін айтпады. Вроде бы все на поверхности, но тем не менее.
Барлығы белгілі секілді, бірақ түпкілікті тексерісті қажет ететін сараптамалар қатары бар. Сол себепті уақыт керек. 201 бапқа сәйкес әзірге жауап беруден бас тартамын, себебі әлі тергелуде. Аймақ полицейлерінің өндірісіне жыл басынан бері шамамен 13 мың қылмыстық құқық бұзушылық түскен. Олардың шамамен 8 мыңын бүгінде сотқа жіберген. 3 мыңдай қылмысты ізін суытпай ашқан. Біздің бағдарламамыз осымен тәмам. Сенбі күндері кешкі 21:40-та заң мен қылмыс аясындағы барлық тақырыптарға шолу жасап, білікті маманның кеңесін алыңыздар. Сіздерге қатысты құқық бұзушылық деректері орын алған жағдайда хабарласыңыздар. Телефоны 55 70 60 40. Амандықта кездескенше.